Сәлеметсіздер ме оқушылар? Алгебра 8-ші сынып 10-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы квадрат түбір. Оқу мақсаты арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттерін қолдану, бөлім, квадрат түбір және иррационал өрнек. Сабақтың мақсаты арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттерін түбір табуда қолдану, арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттерін тұжырымдай білу. Олай болатын болса, өткен сабақты бекіту мақсатында сәйкестендіру тапсырмасын орындайық. Бірінші тапсырма: түбір астында 11-дің 2 дәрежесі нешеге тең? Қалай ойлайсыздар? Нешеге тең деп ойлайсыңыз? Арифметикалық квадрат түбірдің анықтамасы бойынша ол 11-ге тең. Түбір астында 313-дің квадраты азайту 312-ның квадраты. Яғни, бұл өрнектің мәнін табу үшін қысқаша көбейту формуласын қолданатын едік. Бұлай болатын болса, оның мәні нешеге тең деп ойлайсыздар? 25-ге тең. Себебі айырмасы 1-ге тең, қосындысы 625. Ал 625-дің квадрат түбірі 25 екенін біздер білеміз. Үшінші өрнекте түбір астында 36 мен 81-дің көбейтіндісі, яғни әр қайсынан жеке-жеке квадрат түбір табатын болсақ, оның мәні нешеге тең деп ойлайсыңдар? 54-ге тең. Келесі тапсырмада түбір астында 3,16-дан 1, яғни аралас сан түрінде беріп тұр. Олай болатын болса, біздер аралас саннан квадрат түбір табу үшін бұрыс бөлшекке айналдыратын едік. Яғни 16-дан 48. 16-дан 48-ден түбір табатын болсақ, 4-тен 9, 16-дан 49. Одан түбір табатын болсақ, 4-тен 7, ол аралас сан түрінде жазсақ, 1,4-тен 3-ке тең. Келесі, түбір астында 6-ның квадраты А-ның 10 дәрежесі. Анықтама бойынша 6-ның квадратынан 6 шығатын еді. Ал А-ның 10 дәрежесінен А-ның 5 дәрежесі шығады. Бұлай болса, 6 А-ның 5 дәрежесі. 7-тен 3-ті түбір астында 64-тен 49-ға көбейту керек. Біздер білеміз, 64-тен 49-дан түбір табатын болсақ, яғни 5-тен 7, 7 мен 7 қысқарып кетеді, 5-тен 3 қалатын еді. Олай болса, оқулықпен жұмыс жасайық. 3,22 өрнектің мағынасы бола ма дейді. Бірінші есепте түбір астында 7х беріліп тұр. Бұндағы x-іміз 0-ден артық немесе тең. Мағынасы бола ма деп сұрайды. Әрине, мағынасы болады. Себебі x-тің мәні 10. Біздер білеміз, түбір астында өрнектің таңбасы 10 болу керек екен. Олай болса, екінші, түбір астында минус 2х минус 4 өрнегі беріп тұр. Бұндағы x-іміз 0-ден артық, яғни 10. Бұл жағдайда мағынасы болмайды. Себебі түбір астында теріс сан шығып кетеді. Үшіншісінде минус 12х плюс 3. Бұл жағдайда x-тің мәні теріс деп беріп тұр, 0-ден кем. Бұл жағдайда мағынасы болады. Себебі минус 12-ні минус x-ке, яғни x-тің мәні теріс болатын болса, теріс санға көбейткенде оң сан шығады. Сондықтан түбір астындағы өрнектің мәні оң сан болатындықтан мағынасы болады. Төртіншісінде минус 0,1-ді көбейту керек. Түбір астына 5х қосылған 2,134-ге. Бұл жағдайда x-тің мәні оң дейді. Мағынасы болады. Себебі түбір астында x-тің мәні оң болып тұр. Енді 3,27 есепке қарайық. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Түбір таңбасының ішінде түбір астында 625 саны берілген. Яғни, бұл өрнектің мәнін табу үшін түбірді салып қоямыз. Түбір таңбасын. Сосын 625-тен квадрат түбір табамыз. Ол 25-ге тең. Сонда бізде түбір астында 25 шығады. Ал бұл өрнектің мәнін табу үшін біздер білеміз, 25-тің квадрат түбірін табамыз. Ол 5-ге тең. Сонда біздер бұл жерде
2 рет квадрат түбір таптық. Екінші мысалда да түбір таңбасының ішінде түбір астында 0,10 саны берілген. Түбір таңбасын салып қоямыз да 0,10 квадрат түбір табамыз. Ол 0,136 шығады. Яғни біздерде 0,136 квадрат түбір табу керек деген сөз. Ол 0,16-ға тең. Ал үшінші есепте 6 көбейтілген түбір астында 3-тен 2-нің 4 дәрежесі деп тұр. Бұл өрнектің мәнін табу үшін 6-ны жазып қоямыз. Түбір асты 3-тен 2-нің 2 дәрежесінің 2 дәрежесі деп 4 дәрежесін дәреженің қасиеті бойынша түрлендіріп жазамыз. Сонда 6 көбейтілген түбір асты 3-тен 2-нің 2 дәрежесі ол 3-тен 2-нің 2 дәрежесіне тең болады. Өрнектің мәнін табатын болсақ 2,3-тен 2-ге тең. Төртінші есепте 2 көбейтілген минус түбір астында 12-ден 7-нің 2 дәрежесі. Бұл өрнектің мәнін табу үшін 2-ні жазып қоямыз. 12-ден түбір астында 12-ден 7-нің 2 дәрежесі ол 12-ден 7-ге тең. Сонда біздерде көбейтіннің мәні 1,1-ге тең болады. Енді 3,28 есепті қарайық. Өрнектің мәнін табыңыздар. Бұл жағдайда біздерде түбір асты 45 азайту түбір асты 5-тің 2 дәрежесі беріп тұр. Бұл өрнектің мәнін табу үшін қысқаша көбейту формуласы бойынша түбір асты 45-тің 2 дәрежесі минус 2 еселенген түбір астында 45 пен 5-тің көбейтіндісі қосылған түбір асты 5-тің 2 дәрежесі деп қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Сонда анықтама бойынша түбір асты 45-тің 2 дәрежесі 45-ге тең. 45 пен 5-тің көбейтісі 225, одан квадрат түбірі 15 шығады, 15-те 2 көбейтеміз, 30, азайту 30, қосылған түбір асты 5-тің 2 дәрежесі 5-ге тең. Амалды орындайтын болсақ 20-ға тең болады. Сол сияқты түбір асты 12 минус түбір асты 3-тің 2 дәрежесі қысқаша көбейту формуласы бойынша ол 3-ге тең болады. Үшінші есепте түбір асты 77 минус түбір асты 15. Бірінші жақшада, екінші жақшада түбір асты 77 қосылған түбір асты 15-тің қосындысы. Яғни бұнда біздерде қысқаша көбейту формуласы бойынша екі өрнектің квадраттарының айырмасы түрінде жазаламыз. Сонда түбір асты 77-нің 2 дәрежесі 77-ге, түбір асты 15-тің 2 дәрежесі 15-ге тең, айырманың мәні 62 болады. Төртінші есепте түбір асты 6 минус түбір асты 24-тің 2 дәрежесі, яғни түбір асты 6 мен түбір асты 24-тің айырмасы 2 дәрежесі азайтылған түбір астында 0,10,121-ге тең. Бұл жағдайда да біздер бірінші жақшаны қысқаша көбейту формуласы бойынша ашып, минус түбір астында 0,10,121-ден квадрат табамыз да амалды орындаймыз. Сонда жауабы 5,189 шығады. Үйге сіздерге тест тапсырмалары өз беттеріңізбен орындайсыздар.